Көңіліміз құлазып, ештеңеге көңіліміз толмай, басымыз ауған жаққа кетіп қалғымыз келеді. Сізде де осындай жағдай болса, осы әңгіме сізге арналады. Ештеңеге көңіл толмайтын қыңыр әйел жайында болмақ. Бірде көңілі толмайтын, еш нәрсені жақтырмайтын қыңыр әйел болыпты. Ол өз-өзінің өмірін жеп көріпті. Балаларының бұзықтығы, күйеуінің аз ақша табатындығы, жұмысындағы бітпейтін қиындықтар әбден әйелді қалжыратып жіберіпті. Әйел менің өмірім сұрықсыз, ал басқалары бақытқа бөленіп өмір сүруде деп өз-өзін жей береді. Бір күні әйел жұмыстан келе жатып кітап сататын дүкенге кіріпті. Дүкенде сатушы әйелге бірден «Әйел бақытының құпиясы» деген сөредегі кітаптарды ұсынады. Әйел бір сәт ойланып қалады. Сөреде 3 кітап тұр еді. Арыз-шағым кітабы, көз жасының кітабы, алғыс кітабы. Әйел ойланбастан бірінші арыз-шағым кітабын сатып алады. Өзіне ұнамайтын нәрселердің барлығын жазу үшін үйіне жетуге асығады. Түнімен өміріне шағымданылған әйел соңғы бетіне шейін толтырып тастайды кітапты. Әйел өмірін жақсы жаққа өзгеруін күтеді, бірақ ол балаларының күндегіден де тентек болып бара жатқанын, күйеуінің әйелін көзіне ілмей асығыс жұмысқа шығып бара жатқанын көрді. Оған қоса түнімен реніш жазған, ұйықтамаған соң басы ауырып тұрған еді. Көңілсіз әйел қабағы түйілі күйде жұмысқа келеді. Бастығынан сөгіс алады. Әріптестерімен сөзге келіп қалады. Солай жұмыстан қайтып келе жатқан жолда тағы да сол кітап сатушыға кіреді. Кітап сатушыға кіріп кітап сұрайды әйел. Бұл жолы ол өзі көз жасы кітабын таңдап алады. Бір шерімді тарқатып жылайыншы деп үйіне жетеді. Шаршап шалдығып әрең жетеді. Әйел кітапты оқуға асығады. Кітапты ашып қалып еді, бір жазу жоқ. Кітаптың ішінде ол жерде өзіне танымайтын өмірлер өтіп жатқанын көреді. Біреудің өмірі көз алдынан өтіп жатты. Алдымен бір әйел жалғыздықтан жапа шегіп жатқанын көреді. Біреуі өмір бақи тұрмыс құра алмай, екіншісі күйеуінен айырылып, ерте айырылып, жесір атанған әйелдерді көріп оқиды. Сол жердегі әйелдер күйеуімен бір күн болу үшін қолындағы бар алтынын беруге дайын екенін көрді. Кітаптың екінші бетін ашса, ол жерде өмір бақи бақыт бұйырмаған бейбақты көреді. Таусылмайтын көз жас, арман тілек, жанға батқан ауыру, күрсіну, түңілу, күту деген сияқты. Ал үшінші бетін ашса, ауыр жазылмайтын дертке шалдыққандарды және өтіп жатқан әр жақсы уақыттарын өзінің туған туыстарымен өткізгісі келетін адамдарды көреді. Ол солай қолы дірілдеп, көмейіне өксік тығылып, әйел есін жинай бастайды. Кітапты жапқан әйел өкіріп бір жібереді. Жылаған сайын жүрегі тазарып, тәубеге келе бастайды. Маған көп байлық беріліпті, қалай мен оны білмегенмін, депті әйел өз-өзіне. Таң атысымен сатушыға әйел келеді. Рахметін айтып қайтуға ыңғайланғанда сатушы әйелге 3-ші кітапты ұсыныпты. Бұл алғыс кітабы еді. Кітапты алып, ол ең бірінші бетіне мейірімді сатушы туралы жазыпты. Сатушыға алғысын білдіріп, осылайша жүрегі жылулыққа толып, үйіне келіп, көз жасын сығымдап отырып, алғыс кітабын толтырып тастапты.